Түнді елестетіңіз. Үй іші тыныш. Барлығы ұйқыда. Сыртта үн жоқ. Сағат баяу ғана секундтарды санап тұр. Сіз төсекте жатырсыз. Жылы көрпеге оранып, енді ғана демалуға болады деп ойлайсыз. Жүрек бір қалыпты соғады. Дем алу тыныш. Бәрі қауіпсіз сияқты. Дәл осы сәтте адам өзін толық қауіпсіз сезінген кезде, ағзада ең қауіпті өзгерістер басталуы мүмкін. Адам кешке еш шағымсыз жатады. Еш жері ауырмайды. Өзін жақсы сезінеді. Жай ғана ұйықтап қалады. Ал таңертең оянбайды. Туыстары дәрігерлерден сұрайды, кеше бәрі жақсы еді ғой. Неге бұлай болды? Жауап көбінесе біреу ғана: жүрек, түнгі инфаркт. Инсульт, кенет тоқтау. Бүгін мен сіздерге көп адам мән бермейтін, бірақ бір күні өмірге қауіп төндіруі мүмкін кешкі әдеттер туралы айтқым келеді. Ең қауіптісі түнгі жүрек ұстамалары үнсіз өтеді. Айқай жоқ. Қатты ауырсыну жоқ. Адам жай ғана ұйықтап қалады, ал жүрек шыдамай қалады. Және көп жағдайда бұның алдында бір ғана нәрсе болады: кішкентай, күнделікті әдеттер. Адамдар оларды қалыпты деп санайды. Бүгін мен сізге әсіресе 60 жастан кейін қауіпті болатын 5 кешкі әдет туралы айтамын. Бірінші және ең маңыздысы кешкі ас. Көп адамдар күндіз дұрыс тамақтанбайды. Жұмыс, шаруалар, уақыт жоқ. Ал кешке ғана отырып, жақсылап тамақтанады. Ыстық сорпа, ет, картоп, нан, шай, кейде тәтті де қосылады. Адам тойып, бойы жылып, босаңсып ұйықтауға жатады. Бірақ дәл осы жерде мәселе бастала. Сіз толық асқазанмен ұйықтағанда ағза демалмайды, ол жұмыс істейді. Асқазан ас қорытады. Ұйқы безі инсулин бөледі. Бауыр жұмысын жалғастырады. Қан ас қорыту жүйесіне белсенді түрде ағады. Жүрек те тыныш емес, керісінше көбірек жүктемемен жұмыс істейді. Жүрек соғысы жиілейді. Қан қысымы көтерілуі мүмкін. Қан қоюланады. Ал егер тамырлар тарылған болса, атеросклероз болса немесе қысым жоғары болса, дәл түнде инфаркт немесе инсульт болуы мүмкін. Мен көптеген науқастарды көрдім, ұстама дәл кешкі тойып тамақтанғаннан кейін болған. Сондықтан мен әрдайым айтамын, 60 жастан кейін ең маңызды ереже: ешқашан тамақтанғаннан кейін бірден ұйықтамаңыз. Кешкі асты ұйқыдан кемінде 3-4 сағат бұрын ішкен дұрыс. Ал ұйықтар алдында тек жеңіл нәрсе, айран, йогурт немесе жылы шай ғана. Екінші қауіпті әдет: ұйықтар алдында көп сұйықтық ішу. Көп адамдар бұл пайдалы деп ойлайды. Көбірек су ішу керек, бұл рас. Бірақ уақыттың да маңызы бар. Егер адам ұйықтар алдында көп су ішсе, түнде бірнеше рет оянады. Дәретханаға бару үшін орнынан тұрады. Және дәл осы жерде қауіп пайда болады. Адам кенеттен төсектен тұрып кетеді. Қан қысымы бірден өзгереді. Қан бас миына көт құйылады. Тамырларға күш түседі. Дәл осы сәтте түнгі инсульт жиі болады. Әсіресе қараңғыда күрт тұру өте қауіпті. Сондықтан мен әрдайым кеңес беремін: егер түнде оянсаңыз, бірден тұрмаңыз. Алдымен төсекте 20-30 секунд отырып алыңыз. Содан кейін ғана баяу тұрыңыз. Есіңізде болсын, 60 жастан кейін ең қауіпті қозғалыстардың бірі түнде төсектен күрт секіру. Үшінші қауіпті әдет: ұйықтар алдында телефон қарау. Бұл зиянсыз сияқты көрінеді. Жаңалықтар, видеолар, хабарламалар. Бірақ экранның жарығы ұйқы гормоны мелатониннің бөлінуін тежейді. Соның салдарынан ұйқы терең болмайды. Ағза толық демалмайды. Түнде қан қысымы төмендемейді, ал жүрек демалудың орнына жұмысын жалғастыра береді. Адам таңертең шаршап оянады, тіпті 7-8 сағат ұйықтаса да. Ал созылмалы ұйқының жетіспеуі инфаркттың ең күшті қауіп факторларының бірі. Тағы бір өте қауіпті әдет бар. Ол көпшілікті таңғалдырады. Бұл тым жылы бөлмеде ұйықтау. Егер бөлме ыстық болса, адам терлейді, сұйықтық жоғалтады. Қан қоюланады. Тамырлардағы қан ағымы баяулайды. Бұл травмалардың пайда болу қаупін арттырады. Сондықтан көптеген инфарктлер таңға жақын, шамамен түнгі 2 мен 6 аралығында болады. Бұл кезде қан ең қою күйде болады. Қысым көтеріле бастайды. Ағза оянады. Ал егер тамыр тарылған болса, жағдай өте қауіпті.
Сондықтан жатым бөлме салқын болғаны дұрыс. Жылы көрпемен жабыныңыз, бірақ бөлме ауасы салқын болсын. Енді мен сізге ең маңызды нәрсені айтайын. Мен 30 жылдық тәжірибемде бір шындықты түсіндім. Көп адамдар инфаркттан күндіз қорқады. Бірақ жүрек көбінесе түнде тоқтайды. Бұл түн қауіпті болғандықтан емес. Бұл кешкі әдеттердің дұрыс болмауынан. Егер адам тек бірнеше кешкі әдетін өзгертсе, инфаркт пен инсульттің қаупін айтарлықтай азайтуға болады. Бұл қиын емес. Бірақ өте маңызды. Есіңізде сақтаңыз, түнде артық тамақтанбаңыз. Ұйықтар алдында көп су ішпеңіз. Түнде кенеттен орныңыздан тұрмаңыз. Ұйықтар алдында ұзақ телефон қарамаңыз. Жатым бөлмеңіз салқын болсын. Бұл қарапайым ережелер. Бір күні сіздің өміріңізді сақтап қалуы мүмкін. Мен мұны сізді қорқыту үшін айтып отырған жоқпын. Мен мұны айтып отырмын, өйткені мен бұл жағдайды тым көп рет көрдім. Адамдар қауіп алыста деп ойлайды. Ал шын мәнінде қауіп кейде күнделікті қайталанатын қарапайым әдеттердің ішінде жасырынып жатады. Өзіңізді сақтаңыз. Жүрегіңізді қорғаңыз. Есіңізде болсын, денсаулық көбінесе дәрі-дәрмекке емес. Күн сайын не істейтінімізге байланысты. Ауырмаңыз, өзіңізге қамқор болыңыз. Және денсаулығыңыз туралы көбірек білу үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыз.